Бұл басқа өзіміздің қазақтың жігіттерінен қорқатын болдық. Мына жер қараңыздар, азанға дейін арақ ішіп жын ойнақ жасайтын жер ма? Міне қарттар үйі деп тұр. Қарттар үйі. Мынау балалар үйі. Адам осындай жерге келіп арақ іше ма? Мына жерің айналайын-ау, арақ ішетін жер емес. Адамның жүрегі ауыратын жер ғой. Бұл жерде шалдар, ақсақалдар бар. Ата-анасыз кішкентай балдар бар мына жерге. Ей, неғып бұл жерге ішесіңдер, басқа жаққа барып құрып ішсеңдер десең, жоқ, братан, мына жер тыныш, милиция келмейді, рахат осы жерде ішеміз дейді. 20 жылдан астам уақыт болды осы жерде аула сыпырушы болып жұмыс жасаймын. Күніге таңертең жинайтын темекінің бөшегі тауып шегіп тастайды. Арақ пиваның бутылкалары шомылама, білмеймін не істейтін олар. Сосын ішінде бір-екеуінің құлағы ауырады ау деймін, өйткені азанда бір 7-8 пипетке жатады, оймен не істейтінін оны түсінбейсің. Ой, бұл жерде жүрсеңіздер, не бір сұмдық жағдайды көресіздер. Өткенде мына балалар үйіне қазақтың жап-жас қара көз қызы туылғанына 2-ақ күн болған сәбиін әкеп тапсырып кетті. Қайта миы бар, ақылы бар қыз екен. Өз қолымен әкеп тапсырды. Әйтпесе не бір қыздарды көріп жүрміз, туып табалдырыққа тастап, өздері безіп кетіп жүрген. Ондайдан Құдай сақтасын. Ал енді күні кеше ғана мына қарттар үйінде сондай бір қуанышты жағдай болды. Осыдан 10 жыл бұрын әке шешесін тастап кеткен бір жігіт ақылға келіп, ата-анасын қайтып үйіне алып кетті. Анасының қуаныштан жылағанын көрсеңіздер ғой. Ебіл-дебілі шығып, баласының бетінен қайта-қайта шөлпілдетіп сүйеді. Сағынған ғой. Мына жақта тұрып, менің де көзіме еріксіз жас келді. Жылай. Ассалаумағалейкум, ата. Нағып жылап тұрсың, кредитін төлей алмай қалдың ба? Қандайсыз, жағдайыңыз қалай? Жағдайым мәз емес. Бойбай не болды? Төнімен біреулер кеп жын ойнақ жасап, ұйқы бермеді ғой, айналайын өзіміздің қазақтың балдары. Не деген сұмдық. Әкең, шешең жүдә бір тегін әке шешені таптын алар. Оқтаулары көп екен. Бір кезде отырып алып арақ ішті. Адамның көзін қыздырып. Ұйқымды бұзып деген көмені. Сөздер шатастыңыз бұз? Сен іздеп келе жатырым, жарас. Осы жерден ми көке? Жоқ, осы жерде екенді білем. Сен осы мінезің білмейді екем. Сен осы бір сөзді еркексің ба, жоқ өсекшісің ба? Сіз мен туралы айтып жатсыз ба? Мен саған сұрақ қойып тұрмын ба, бір сөзді еркексің ба, жоқ өсекшісің ба деп. Бір сөзді еркекпіз көке. Болды. Білмеймін, тосыннан ұрдыңыз ғой кеп. Мен де сондай болып тұрмын. Жоқ, айтсаңшы, не болғанын білмеймін. Масқара болдым мен. Масқарасы несі? Ана біздің қарттар үйіндегі Настяны танисың ба? Настя апам ба? Иә. Танимын ғой. Настяға бірден. Мен соған сындым. Сынған несі ғашық болып па? Иә. Настя апама? Нағылады екен. Шал басыңызбен? Не шалда махаббат болмайды деп естің ба не? Шалдардың махаббат жаман, бір оталса өшу қиын. Ауылдың тракторлері құсап. Дөңге шығарып қана өшіресің. Не болды айтыңызшы? Бұлай болды жарас. Түнімен мына бәлелер ұйқы бермегеннен кейін ертірақ таңға асты ішіп алып, бөлмеге барып сәл мызғып алайын деп кетіп бара жатсам, ана асханада Люба екеуі шай ішіп отыр екен, Настямен. Ана қырсық Люба ма? Жанынан өтіп барады. Настяға қолым тиіп кетті. Не істерін білмей сасқанынан көзімді қыса салдым. Сөйтсем, ол да көзін қысты. Жүрегіме падан қета қалды. Жүрісімнен шатасып, не істерін білмей бөлмеге барып, ұйықтайын деп көзім жұмсам, Настя. Көзімді ашып қасам да, Настя. Не болып кетті деп таза ұшытайын деп терезені ашып қасам, ұшып жүрген торғайлардың өзі маған қарап, Настя, Настя деп атқан сияқ. Бір түрлі болып қалдым, меңзем болып. Ғашық болсыз ғой. Сол ана Настяның нөмірін Любадан сұрасам бермейді, қырсық. Сол Настя апаң нөмірін тауып берші. Настя апам ба? Иә. Настя апам нөмір кімде бар еді? Менде бар ғой. Бар ма сенде? Иә. Ойбай, жарас көшіріп берсейші. Маған жаз. Мені Настя апам. Мынау ма? Жазайын ба? Жаз, мен оқиын. 8 747 747 452 452 6103. 6103. Жаздың ба? Жаздым.
Сендегін өшіре салайын. Жо, немене көшірдіңіз не? Немене көшірдіңіз? Не қылмақшысың? Ей, Настя апам ана қолдың сүтін жақсы көреді. Ауылдан сүт әкелеміз. Настя апа қаяқта іздейміз. Енді мен арқылы апарасың да. Бір әйелдің нөмірі бір еркекте болу керек, бауырым. Түсіндің ба? Ойбай, көжем. Апам нөмірін жаздым. Енді не деп сақтайын айтсаңшы, мына Настя деймін ба? Жоқ, орысша жазбас түсінбеймін. Не дейін? Қазақша жазсай дұрыстап былай. Айтсаңшы. Енді көп қой, асылым деп па. Жастарский да? Көрсең сондай болып тұр. Онда бүйтем көке. Жүрегім Настя дейін. Құрт жүрек десең қалай кетеді? Орыс жүрек деп қойшы. Асау жүрек деген сияқты болады да. Сақтадым. Сақтадың ба? Енді WhatsApp-ына кір. Ой, сізде WhatsApp бар ма не? WhatsApp-сыз өмір ме, егілме жаным, егілме деген. WhatsApp-сыз өмір жоқ, Ой, бауырым. көкемнің WhatsApp-ы бар жаным. Так, кірдім WhatsApp-ына. Жаз. Қымбатты аяулым, жүрегім сенсің, Настя. Ой, билегенде жазсай. Жаным, бір айтыңызшы да. Айттым ғой, қымбатты аяулым, жүрегім. Шашаңдай бермей. Жаз деген жазсай, үлкен ұстайды тұрғаннан. Дискотечный қылып айтады екенсіз да. Настя. Ең жүрек айтып тұрды. Мақұл, ары қарап не дейміз? Сен маған ұнап қалдың. Мүмкіншілік болса, кешке жолығайық деп орысша жазшы. Көке, Настя апам қазақша түсінеді, қазақша жаза берейік оған. Білем түсінеді. Орысша жазсаң, қала көрген екен деп қалады да. Шопан екенді білмесін деп атқаным ғой. Интеллигентный. Русифицированный шал екен. Білмеймін ғой, жазсайшы. Жаңа не дедіңіз ба? Қымбатты да аяулым, жүрегіміз. Тұра, беле берме. Настя деп жазшы, қымбаттым Настя деш. Орысша ғой, а? Иә. Дорогая Настя. Дариғаға жазба. Настяға дедім ғой мен саған. Көке, орысша дедіңіз, қымбаттым Настя деп атым. Дорогая. Дорогая Настя, ты очень красивая. Давай, если можно, на вечером встретимся. Ей, вечер емес, ей. Вечеріңде екеуміз ақ жолығамыз. Ой, кешке деп атырмын көке. Кешкенің орысшасы вечер ма? Иә. Оймай, ол да түсінбей қап, қасына 40 қатын еріп кеп тұрмасын. Вечер екен деп, 22 мың теңге пенсиям бар, қарызға кіріп кетпейін. На вечером встретимся. Так, жаздым, жібере берейін ба? Не қысай, соңғы жағына жүректің суретін қойып ба? Көрсейші, мен білмеймін ғой. Ата-ана үліпілдіп тұрған жүрек бар, соны жіберейін ба соңғы? Жастау болсын да. 86 жылғы жүрек ба? Қойса. Ей, жаным. Кетті. Ей, жаным, жолы болсын. Әй, жауабы келсе өзің оқып бересің. Болды, жаным. Бір сөзді еркек деп саған айтып тұрмын, жарас. Болды, жаным. Ешкім айтпа, жарай ма? Ешкімге айтпаймын. Ей, жонда. Ей, мына даусыңды естіп қояды. Әзіл деп атырмыз, күлсең шалға күл дейді ғой. Мазақ қып тұрсың ба сонда сен мені? Сен мені кәрі шал деп тұрсың ба сен, а? Не болды? Ей, мен қой бағып жүрген кезде ешектерді жамбас қалып құлататын тұғым мені. Мен құлағым ешектіңдей болып тұрмын, Сөйлеме, сөз қайтарма. Настяға сүт әкелесің ба? Әкелем? Әкелесің ба деймін, өй. Әкелмей? Әкелем де. Әкелем? Настяға сүт әкелесің ғой. Әкелем? Ақшасын мен төлеймін. Адам зәресін алып, ұрып жібереме де қорқып кетті. Әй, өзімізді ешек сазына сезіне жаздадық, лақтырып жібереме деп. соны не қыл. Жауабы келсе оқисын. Шынымен жақсы көріп қалдыңыз ба? Жүрегім жақсы көрді. Ей, махаббаттың құдірет күші әлдейлей. Ей, қойшай, қайдағын айт сен де. Бірақ ана Настя апамның бір жақтырмайтын әдеті бар. Таяқ ұстайтын шалдарды жақтырмайды ол. Қаусақпаған шал, бірдеңе. Қой, көніп атса еңбектеп болсын келем ғой. Настядан көндім деген жауап келсе не бұл? Дейін де кете берем ғой. Осы жерде көт жарым. Ол жаным көке, өй жаным. Алтын ғой, алтын. Көкем алтын кісі, сондай ақ көңіл. Көкем бейшараның қазір ешкімі жоқ. Жалғыз ұлы бар еді, соны оқытып шоқтам деп 30 жыл қой бағып.
ыстыққа да суыққа да көніп ана баласын үйлендіріп еді. Баласы бір қатынның соңынан кетіп қап, көкен бейшараның барарға жері болмай осы қарттар үйін жағалап келген кісі мынау. Сондай ақ көңіл, 1 грамм орысша білмей аман болсын әйтеуір. Мен аяғымды жинатайын. Келді ау деймін. Бірдеңе пұтылың деді ғой. Оқиын десем орысша. Түсінбеймей. Қартайған шағымда орыс кемпірге ғашық болатынды қайдан білейін. Ондай болғанда бала кезімде орысшадан жақсы оқитын ғой. Енді қайттым, ду дейді. Ассалаумағалейкум. Қалайсың, Сәбит, жақсың ба? Жарасты көрдің ба? Жоқ, жаңа жүреді ғой. Жай қайлаған қарамай кетті ғой. Білмедім көке. Жаман керек ба? Сен орысша білесің ба? Білем, не қылды? Ештеңе қылған жоқ, сұрап жатырмын да. Ойбай. Көке, Ау, осы мен сізден бірдеңе сұрайыншы деп едім. ақша жоқ менде. Жоқ, ақша емес. Жалпы өмірде армандар орындалады деген рас па? Армандар? Иә. Жарасайтын ма не? Нені? Ештеңе айтқан жоқ па? Жоқ. Жалпы армандар дейсің ба, Сәби? Баста армандар орындалады дегенге сенбейтін тұғым. 3 минут болды, сен қалып. Ниеттенсең орындалады екен. Сен орысша білесің бе? Білем. Болмайды да, я. Жарас оқу керек та оны. Енді сен армандарың білем, Сәбит. Сұлу қызға үйленсек, тәуір мәшіне білсек, үлкен оқуға түссек дейсің. Біз бейшара сол біреуді айналшықта. Жоқ, көке. Мен басқаларға ұқсап көп нәрсені армандамаймын. Менің арманым мені туған анам кім? Ол қазір қайда? Жағдайы жақсы ма? Қиналмай жүр ма? Соны білгім келеді. Мейірімі мол, шапағаты кең Алла тағала қол жайып сұраған пендесінің қолын бос қайтармайды екен. Менің барлық арман тілегім, анама деген сағынышым осы хатқа жазылған. Сіз жұмадан қалмайсыз ғой. Егер мүмкіндік болса, жұмаға барғанда мен үшін, анам үшін жамағатпен бірге дұға жасаңыз. Сізден өтінерім осы көке. Дұға жасай. Рахмет көке, Алла разы болсын. Өтінішіңді орындаймын жаным. Рахмет. Не ғой? Сен де мен бір өтінішіңді орындап жүрші. Қандай? Жарас тауып берші. Жарасты? Жаман іздеп жатыр деші, атам іздеп жатыр дейді. Жарайды, қазір тауып. Іздеп жатыр десең келмейді, құлақ қапты дейсінші. Жарайды. Бір орыс кемпірсін бәрін істейтін болдық қой. Ей жаным, бұл бейшара анасын іздейді. Естуім енді өсекшілеп қалмаңыздар. Осыдан 15 жыл бұрын бұның анасы осы балалар үй жағына мана баланы туып тастап кетпекші болған екен. Сөйтіп баланы туып өзі сол жерде жан тапсырған деп естідім. Енді міне бала ер жетіп анасын іздеп жүр. Оған өлді деп қалай айтам? Мына жақтан Настя өлтіріп бара жатқан кезде. Анау қайда құрып кетті, ей, Жарас, қайда жүрсің? Осы жерден Көрші келді ау деймін. Ойбай, Настя апам сообщение жазып берді. Қойай? Иә? Қызық па деймін? Ойбай. Оқиын Оқиын ба? Көрсе білмеймін ғой мен. Мен? Оқи берейін ба? Көрсей. Так, Настя апам бүйтіп жазды. Дурак пошел вон. Не дейді о қыз? Жазыпты. Жазды. Не дейді? Дурак пошел вон деген. Мен емес қой, Настя апам жазған. Пошел вон, дурак деген. Настя жазды ма? Дурак деген. Енді аударып берсе түсінбей тұрған жоқпын ба? Қызық па? Настя жазды, Настя жазған біліп тұрмын, түсінбегеннен кейін. Көке айтып тұр ғой, дурак пошел вон, түсінбей тұрсыз ба соны? Ой, айналайын, мен 30 жыл шопан болған адаммын. Орысша әңгімеңне мен тірі орысты осы жерге көрдім ғой, айналайын. Кішкентай баладан шалға дейін түсінеді, дурак пошел вон деген. Кім білсе о білсін, мен қақпайым дедім ғой, айналайын, түсінбеймін. Соны аударып беруінде қиын болып жатыр ма? Мен саған күрек алып жер аудар деп жатырмын ба?
керегі де жоқ қойшай. Көке, Тәлсініп қалатындарың жаман. көке, тоқтай тұрыңыз, көке, мен не деп айтсам екен, турасын айтсам ренжиді қазір, өкпелейді. Одан да бір өтірік бірдеңені құрастырайын. Көке, аудардың жаным. Ой, сүйсе адамды әуре қыла бермей. Жалпы дурак пошел вон деген сөз Иә. қазақшаға айналдырғанда мен де сені ұнатам деген сияқты. Қой, машалла. Настя сөйтіп жазған ба? Жаным, алтыным. Маған пошел вон деп тұр ма? Жан. Жүрегімен айтып тұр ғой, жүрегімен. Менен басқа ешкімге пошел вон деп айтпайды. Айтпайды көке. Құдайға шүкір, любой кемпіріңді пошел вон қылдырам ғой. Қарасаңыз, жүрегімен айтты ғой. Дурагым дейді ғой. Жаным. Пошел воным. Пошел воныңнан айналайын. Пошел воныңнан айналайын. Жаным ау, жүрегімен айтып тұр ғой. Ол да Адам баласын айтпаған ғой. Айтамайды? Ей, мен Сізге ғана. Құдайға шүкір, любой кемпіріңе айтқызып қоямын ғой мен. Ей, жауап жаз. Күтіп отқан шығар. Не дейміз? Алтыным Настя де. Алтыным Настя. Өзіңе де пошел вон деші. Жасай жарас. Жасай өзіңе де пошел вон деп. Настя апама, пошел вон деп. Жазбаймын көрейін. Ай, енді ол маған өліп тұрып пошел вон деп тұрса. Мен оған пошел вон демесем ренжиді ғой. Басқа біреуі бар екен деп. Енді жүріңіздер сол бір-бірлеріңізге. Пошел вон деп. Дурак деп қойып. Ұнатқаннан кейін айтамыз. Көке, ренжімеңіз. Настя апама өзіңе де пошел вон деп жазбаймын. Сен сонда жәнде Настяның нөмірін телефонынан өшіріп тастағанға қырсығып тұрсың ба? Өзіңнен 30 жас үлкен кемпірді менен қызғанып тұрсың ба? Ойың бар ма? Саған өліп кетсе де пошел вон деп айтпайды ол. Көр, жазып көрсейші. Көке, сіз неғып сонша не істеп отырсыз? Қызғанып тұрсың ғой. Қызғанып тұрған жоқпын мен. Сіз ренжімеңіз, бұл дурак пошел вон деп мен де сені ұнатам деген сөз емес ол. Енді не? Құры жоғалары деген сөз ол. Құрып кетер деген сөз. Ұнатама қайта кетті. Ой, мен сізді әшейін ренжімесін деп айта салдым. Мені Настя апаммен ловись қып. Әке бәрі. Настя маған құрып кет деп тұр ма? Мені қарасаңызшы. Шыныңды айт. Е? Настяны көрсең айт. Не дейді? Демал деп атыр де. Ойнайтын шал тапқан екен. Қасындағы Любаға сөз айтсам бірден көнетін еді. Мынау 2 жас кіші ғой деп ұрынып қалғанымды қараша, я. Ақымақ басым. Неғып осы бірден шатынап кетесіздер осы сіздер, бірден шатынап. Ой, кез келген әйел сөйтіп басында өзі ламат етеді, өзі пошел вон, туда-сюда. Ой, жас емес қой, шырағым айналайын 62-ке кеп тұр ғой. Білеміз? Ана қазақта мақал бар, білесіз ба? Аш кісі май таңдамайды, кәрі қыз бай таңдамайды деген. Мынауың таңдап тұр ғой. Енді сіз деп тұр ғой бұл. Мен десе құрып кет деп жазама. Ойнап жазған ғой. Керек жоқ, Настяға мен ойнап жазып отырмын. Олсыз мен өмір сұрамайды дейсің ба? Настяңды көрсең айт, жеті ата бабасы Александр Македонскиймен құрып кетсін. Мен өзімнің басқа жүретін кемпірім бар. Не бар дейді? Басқа біреуге кемпірім бар деймін. Қаяқта ол? Ілгеріде. Онда бұла Настя апам жазапты осыдан қарап. Жазбайық та қойсын. Жазапты Настя. Керек жоқ. Мен білем ғой. Адамды күйдіріп. Жазатын. Ой, не болды? бір орыс кемпірге басымыз айналып, мынаны ұмытып кеттім ғой. Не ол? Анау балалар үйіндегі ақын бала бар ғой анау. Сәбит. Сол беріп кеткен. Қағыл. Не деді маған, Білмеймін ғой сізге айтты ғой. Жұма күні біреуге апарып бір деді ма, бірден кетеді. Мынаған басым айналып оқып көреміз. Мейірімі шексіз, жаратушы ием. Өзіңнен қол жайып, құлшылық етіп сұрайым. Тілегімді қабыл ете көрші Аллахым. Сынақты да сын көтеретін адамға береді емес пе? Мейлі, жетім болайын, басқа болайын. Бірақ 12 мүшемді сап-сау етіп жаратқаныңа мыңда бір шүкіршілік етем, Аллахым. Айтқым келгені, армансыз пенде болмайды ғой.
Менің арманым осы жарық дүниеге келуіме себеп болған анам кім? Неге ол кісі менен қашқақтайды? Соншалықты менен үрейленетіндей. Менің не кінәм бар, Аллахым? Өз құрсағынан шыққан баласын ұмыту мүмкін бе? Әлде анамның денсаулығы болмай жүр ме екен? 15 жыл бойы күтіп келем. Әлі де күте берем. Жан анашымды күндіз түні көз ілмей күтсем де жарасады. Жаным анашым, менде жолыңның бар екенін білсеңіз, өзіңіз келмесеңіз де суретіңізді жіберіңіз, жанашым. Ең болмаса сағынышымды сол суретке қарап отырып басайын, жан анашым. Сіз мені тас жүрек болып кетті деп ойламаңыз. Мен осы балалар үйіндегі ең ақылды балалардың қатарынамын. Себебі сіз мені ақылды етіп туғансыз ғой, алтын анашым, апатайым. Есейген сайын сізді көп іздейтін болдым, анашым. Қатты сағынғаннан болса керек, сізді адамдардан емес, жаратушы Алладан сұрауға мәжбүр болдым, анашым. Қайда жүрсеңіз де аман болыңыз, алтын анашым. Алла екеуміздің жолығуымызды нәсіп етсін. Ұлыңыз Сәбит. Ой, Көке, не болды? келді. Кім? Сабит, құшам ағай. Нең бар ода? Телефоныңыз беріш ма? Телефоныңыз беріш. Настя ма? Керек жоқ, оқымайық қой. Мен айттым, жазат дедім ба сізге? Тыңдамаймын да, керек жоқ. Сіз мұнан қарасаңыз, Настя апам не деп әңгімесін, не деп бастаған? Аса құрметті әбеке. Аса құрметті әбеке, менің түстегі жазған SMS-теріме ренжімеңіз, әзілдеп қабылдаңыз. Негізі мен де сізді ұнататын едім депті. Білем оны. Егер де кешке қолыңыз бос болса, менің бөлмеме келіп, кешкі ас ішіп кетіңіз деп жазыппын. Жауап жаз. Жаным, не дейін? Барамайым. Жоқ, шымен, Настяға деген жүрегімдегі орын жоқ деп айтасың. Көке, жүрегіңнен Настя апама бір орын бер бос болса, мекендейін қарттарын тағдыр бізді қосқанша. Сондай қитыр қып әлесің ғой. Маған десек нағы Төреғалидың өлеңін айтпайсың. Қайсам? Қатемді кешіріңдер десе де кешірмеймін оны. Сәбит, айтсай, атама бірдеге десе. Көке, Настя апамның сізге не айтқанын білмеймін. Бірақ сіз мейірімді адамсыз ғой. Бір жолға кешірсеңіз. Не қыласың ол көк көзді. Сәбитжан айналайын, сән де хатыңды оқыдым. Саған айтарым, анам кім, әкем кім деп қатты уайымдама. Менің де жалғыз ұлым болған, әлде де бар, қайда жүрсе де аман болсын. Бірақ мен сені өз ұлымнан да артық көрем. Сол себептен ешкім жоқ деме, туған атам деп жүр. Жаным, айналайын. Ана, жүріңіздер бар, мамасымен таныстырайын.
бір жағыңды айырып жүретін бәлекесін. Менен жарас Сәбит айтқаннан кейін ғана барайын деп тұрмын. Жоқ, ай, Не ба? оң үстінде дастархан жайып қойып дейсің. Астан үлкен емеспіз. Иә. Оның үстінде қарын ашып тұр деген. Сен ойлама барып, ойбай кешіріп, мен кекшілімін, мен кешірмеймін. Сен барған кезде ойлап тұрған шығарсың, Настяға қарап, аха дейді, бетінде қарамаймын мен. Бетін жауып алам, жауып алам да тамағын жеп, 2 стакан кола ішемін де жоқ болып кетемін. Жүріңіздер, өзім барып таныстырайын, жайғастырайын. Жоқ, сенің түк қатысың жоқ, мен Сәбитті апарамын, тамақтанамыз. Сен ана WhatsApp-ыңды оқымадың ба? Жоқ. Көрсін, Ha? мен Сәбитті өзім алып барамын. Апара бересіз ба? Көкем не жазады дейсіздер? Рахмет айтады да маған. Оқиық. Айналайын жарасжан, өзіңе де пошел вон. Міне ағайындар, дәл осылай қарттар үйі мен балалар үйін біріктірсе, тастанды балалар ата-ананың мейірімін сезіп, ата-ана немерелі болып қуанып қалар ма еді? Бұл менің ойым ғана. Жалпы біздің елімізде қарттар үйі мен балалар үйі деген мүлдем болмасыншы. Әр отбасы өз шаңырағында бақытты ғұмыр кешсін.
Рахмет. Ал мына жалпы қазақ халқы әзіл сүйген, әзілдей білген халықпыз ғой. Жалпы әзіл деген қазақ халқында бұл дәстүр салттың бірі. Сондықтан да әзіліміз таусылмасын. Әрбір әзілдің түбінде астарлы ақиқат бар. Әзіл арқылы біз кейде ойымызды жеткізіп жатамыз. Соны жаңа сіздер қойылымдардан байқап отырсыздар. Сондықтан да осы театрдың қадамы құтты болсын, ғұмыр ұзағынан болсын, әзілдері мәнді де мағыналы болсын деймін.